Мен таксиде жүріп байқағаным, қалтасында артық ақша жүретін адамдар саған ақыл айтпайды, саған өмір сүруді үйретпейді. Олардың сенімен шаруасы жоқ. Мекен жайына жетеді, түсіп қалады, болды. Ал қалтасында теңгесі жоқ, өмірде өзіне дәлелдейтін ештеңесі жоқ, яғни ешқандай өзі дәрежеге жетпеген адамдар саған ақыл айтқысы келеді. Саған өмір сүруді үйретіп, таксовать етуді қойып, қалай байып кетудің жолдарын үйретіп кетеді. А на самом деле өзінің бір жеткен ештеңе, ешқандай жетістігі жоқ та, міне мен мынандай дүние істедім деп көрсететін дүниесі жоқ. Кейбір адамдар ойлайды, таксистер тупой деп та. Таксистер тупой емес, сендер ойлаған сияқты. Ол просто бұл өмірдің бір кезеңі, кешегі әкім бар ғой, қазір таксовать етіп жүр да, потому что вариант болмай жатыр. Бізде дәл сол сияқты вариант болмай жатқаннан кейін, теңге жетпей жатқаннан кейін, осы жұмысты жасап жатырмыз. Бұл таза адал еңбек. Таксистерге келіп, ақыл айтуларыңды қойыңдар. Ақылдарың өздеріңе бұйырсын.